Саламатсыздар ма балалар? Математикадан 5 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Жанды табиғат бөлімі. Сабақтың мақсаты 3 таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру. Оқушылар, бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдерін жалғастырамыз. 490 қосу 60. Мысалды шығару үшін 490-ға 60-тың 1 ондығын, яғни 10-ды, одан соң 5 ондықты, яғни 50-ді қосамыз. 490 қосу 10 қосу 50 тең 550. Енді осылайша азайту амалын орындап көрелік. 510 азайту 40. Ауызша азайту үшін бірінші 510 санынан 40-тың 10-ын, одан соң 30-ын азайтайық. 510 азайту 10 азайту 30 тең 470. Оқушылар, енді оқулықтың 14-ші бетіндегі нөмір 2-ші тапсырмасына көңіл аударайық. Мысалдарды шығарайық. 460 қосу 70. 620 азайту 60. Дұрыс оқушылар, 460-қа 70-ті қосу үшін бірінші 40-ты, одан соң 30-ды қосамыз. Нәтижесі 530 болады. 620-дан 60-ты азайту үшін 620-дан бірінші 20-ны, одан соң 40-ты азайтамыз. Нәтиже 560 болады. Енді оқулықтың 14-ші бетіндегі нөмірі 4-ші тапсырмаға көңіл аударамыз. Есепті оқимыз. Биыл күн райының қолайлы болуына байланысты астық мол шықты. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 457 мәшине бидай, ал екінші егіс алқабынан бұған қарағанда 35 мәшине бидай кем жеткізілді. Қоймаға 2 егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілді? Есептің шартын жазайық. Бірінші егіс алқабынан 457 мәшине, екінші егіс алқабынан бұдан 35 мәшине кем. Қоймаға 2 егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілді? Шешуі: 457 азайту 35 тең 422. 457 қосу 422 тең 879. Жауабы: 2 егіс алқабына барлығы 879 мәшине астық жеткізілді. Оқушылар, сендер бір әріптен тұратын әріпті өрнектің мәнін таба аласыңдар. Енді бүгінгі сабақта 2 әріптен тұратын өрнектің мәнін тауып көріңіздер. А қосу 8 қосу Б. А тең 9, Б тең 100. Олай болса, осы әріптердің орнына тиісті сандарды қоямыз да өрнектің мәнін табамыз. 9 қосу 8 қосу 100 тең 117. Осы үлгі бойынша оқулықтағы нөмірі 7-ші тапсырманы өздеріміз орындап көрейік. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды қосу мен азайтуды үйрендік. Үйге тапсырма 16-ші беттегі нөмірі 10-ші тапсырманы аламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.